Сәлем баршаларыңызға. Құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің ұйымдастыруымен 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне арналған қазақ тіліндегі әншуақ балалар әндерінің фестивалі биылғы оқу жылында да өз жалғасын табуда. Бұл фестиваль біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында негізгі міндеттердің қатарында тұр. Дәстүр бойынша біз оқушылар сарайында әншуақ подкастының өз жұмысын бастаймыз. Бүгінгі эпизодымыздың қонағы балалар әндерінің композиторы Бота Қасымбекқызы Бейсенова. Қарсы алыңыздар. Рахмет, Мадина. Бота ханым, қайырлы күн, қош келдіңіз біздің сарайымызға. Рахмет. Енді бүгін біз сіздің мотивацияға толы, сіздің әңгімелеріңізді өз аузыңыздан есту мүмкіндігі туып тұр. Олай болса, сұрақтарымызға көшейік. Біздің сұрақтарымызға сіз барынша шынайы, жан-жақты түрде жауап бересіз деген сенімдеміз. Мен әрқашанда шынайы жауап беріп, барлық жерде. Рахмет. Олай болса, біз подкастымызды бастаймыз. Біз балалар әндері фестивалі аясында болғаннан кейін адамның өміріндегі ең тәтті кезеңі ол оның балалық шағы. Сіздің балалық дәуреніңіз қалай өтті? Менің балалық шағым өте жақсы өтті. Мен өзімнің ата-анама өте ризамын. Менің ата-анам өзі педагог кісілер, ұстаздар қауымы өкілдері, сондықтан да бала тәрбиесіне өте қатты мән берді. Енді әкем басшылық қызметтерде болды, әрине. Анам көбінесе бізбен бірге болды. Өзі жұмыс істеп жүрсе де, демалыс күндері міндетті түрде бізді саябаққа, музейге, мұражайға, концертке, спектакльдерге, түрлі сондай демалыс орындарына міндетті түрде әр жексенбі сайын бізді ертіп, жаздың күні маевка алып баратын. Табиғат аясында біздер жұмыртқасын, айранын алып алады, біздер көгалда ойнап, солай күнімізді өткізетінбіз. Сондықтан мен өзімнің ата-анама өте ризамын, балалық шағым өте жақсы өтті. Өздерінің жағдайлары аса керемет болмаса да, ойыншықтарын алып беріп, жаңағы бізге көңіл бөлді енді, шыны керек. Сондықтан да мен өте бақыттымын. Және де балалық шағымнан бастап мен өзімнің өмірімнің міндетті түрде өнермен, музыкамен байланысты болатынын мен сездім, түсіндім. Ол өте жақсы нәрсе деп ойлаймын, себебі кейбір адамдар болады, әр нәрсенің басын бір шалып, біресе музыкамен, біресе тағы басқа бір нәрсемен айналысып, өмірінің соңына дейін өз-өзімен алысып өтетін адамдар болады да, нақты өзінің миссиясы осы өмірге келгендегі кім екенін нақты біле алмай кететін адамдар болады. Олардың жанында мен өзімді бақытты санаймын, себебі бала күннен ес білгелі мен ән айтамын дедім. Содан бері міне ән айтып, өнермен айналысып келе жатырмын. Сол үшін де бақыттымын. Жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, ата-анам жаңа педагог деп жатырсыз. Енді сізбен келер алдында сіздің өмірбаяныңызбен шағын таныс болған болатынмын. Ата-анаңыз ғылым жолындағы адамдар екен. Әкеңіз философия ғылымдарының доктор, профессор. Анаңыз филология ғылымдарының доценті екен. Жоғары оқу орындарында дәріс берді ол кісілер. Сіз сонда өнер жолына қалай келдіңіз? Ол кісілер шамалы қарсы болды енді, шыны керек. Ол хобби ғой деп есептеді. Былай жай бірқат уақытта әніңді айта бер, бірақ негізгі мамандық басқа болу керек деген секілді менің сол кісілердің жолын қуғанымды қалады ол кісілер. Мен университетте жұмыс істедім, негізі ең басында аспирантурада оқыдым. Педагогикалық дағды, біздің үйде 6 бала ғой, 6 баламның ішіндегі арасындағы педагогикалық дағдысы бар баламыз сенсің, сен тұнып тұрған жаңа ұстазсың дейді маған. Мен ең кіші екінімді өзім тәрбиелеп, өзім бағып қағып, өзім қарағым. Соған айтады да, жаңағы сенің бойында педагогикалық дағды бар, сен дайын тұрған педагогсың. Мен мұғалімдерім де мені алып қалғысы келді, институтта мұғалім алып қалғысы келді. Содан 1-2 жылдай мен оқытушы болып жұмыс жасадым, бірақ менің негізгі өзімнің бәрібір призвание дейміз ғой, айтқанда бәрібір жүрегім ән деп, өнер деп соқты да. Сондықтан мен ата-анамнан кешірім сұрап, аспирантурадан шығып кеттім өнерге. Ол кісілер маған қатты ренжіді, әрине. Біздің жолымызды қуады ғой деп ойлап едік деп ренжіді, бірақ мен өз таңдауымды өзім жасайтын адаммын. Қай уақытта да, өйткені бұл менің өмірім, мен ешкімнен ақыл сұрамаймын. Өзімнің өмірімдегі негізгі шешімдерге келгенде өзім шешім қабылдаймын. Ешкім тыңдамаймын. Ең алғаш неше жасыңызда ән жаздыңыз?
ең алғаш мен 2-ші курста оқып жүрген кезде біз институтта практика деген болады ғой, мектепте ашық сабақ беретін болдық. Сол кезде құстар тақырыбы еді, көктемнің кезі болатын. Сонда жаңағы бізде былай музыка пәнінен біз сабақ берген кезде тыңдататын материал болады. Ол кезде Аққу күйін, Нұрғиса Тілендиевтің Аққу күйін тыңдаттым да, енді ән үйрету керек болған кезде ән жоқ, құстарға байланысты. Бар бір-екі ән Нұрғиса Тілендиевтің әндері, бірақ қайғылы, сондай мұңды әндер да балаларға келмейді. Сосын өзім Қарлығаш деген әнді шығардым. Ең алғаш шығарған әнім Қарлығаш деген ән. Қарлығаш, құйрығың сенің айыр. Сол ойнақы қылып шығардым да, жеңіл қылып. Сол әнді балаларға үйретіп, сол ашық сабақта 5 деген баға алдым да, барлық жағынан, барлық критерийден 5 қойылды да, енді мұғалімдер тыңдап қарап отыр ғой. Бір ғана кемшілігің бар деді. Жүрегіміз ойда қалды, қандай кемшілік тауып алды екен деп едім. Сен авторын атаған жоқсың. Міндетті түрде ән үйреткенде авторы туралы 1-2 ауыз сөз айтылу керек та. Мен ұялдым өзімнің әнім деп айтуға. Сөйтіп керісінше менің автор екенімді білген кезде ол минусым 7 плюсқа айналды да. Соны ойбай деп таңғалып мұғалімдерім. Содан жаңағы өте жоғары деңгейде ашық сабақ өткенім бар 2-ші курста. Ән қоржыным өзімнің әндеріме тола берді. Осы бүгінгі таңда 60-тан аса әнім бар балаларға арналған. Ал мысалы қазір қарасақ, ән жазу енді коммерциялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, ересектерге жазған тиімдірек. Ал сіз неге балалар әндерінде? Балаларға ән жазу өте тиімсіз. Мен өз қалтамнан жаңағы 60 әнге мысалы $500 аранжировка жасағанда $30,000 кетіпті да. Ол тиімсіз, өйткені оны жалпы Қазақстанның балалары орындап жүр. Бізге аса бір пайдасы тиіп жатқан жоқ, бірақ менің өзімнің негізгі мамандығым музыка пәні мұғалімі. Өзімде кезінде қиналдым ән таппай. Сондықтан өзімнің әріптестеріме, балапандарға, ата-аналарға көмегіміз болсын деген сияқты осы дүниені жасадық біз. 5 альбом бар. Сол 5 альбомның ішінде 10-12 әннен 60 ән бар. Солардың аранжировкаларын жасап, кітапшасымен ыңғайлы қылып шығардық. Қолдануға ыңғайлы, мәтінді дұрыс жаттасын деген секілді қылып, сондай оймен шығардық. Бәрінен алғыс, рахмет алып жатырмыз. Жалпы балаға арналған нәрсемен айналысу бұл үлкен сауап. Сондықтан Алла басқа жағынан беріп жатыр да бізге деп ойлаймын өзім. Сондықтан да өзімнің ұстаздық бір миссиям шығар деп ойлаймын. Дәл қазіргі таңда мен балаларға сабақ беріп, тәрбие бермесем де, осы әндерім арқылы тәрбие беріп жатырмын деп есептеймін. Себебі әрбір әнімнің тақырыбы бар да, тақырыптық әндер шығарам көбінесе. Егер де бала сол әннің мәтінін дұрыс жаттап, дұрыс түсініп, дұрыс орындайтын болса, онда біз міндетті түрде ол балаға тәрбие беріп жатырмыз деп есептеймін да, мақсатымызға жеткендігіміз деп есептеймін. YouTube арнасын ашып балалар әндер деп іздесек, бірінші кезекте Бота Бейсенованың әндері тұрады. Сол қарасақ өзіңіздің каналыңыз бар екен. Ол каналға жаңағы әндерді жүктеу, жаңағы оның несін заставкаларында дайындау, клип шағын түрінде дайындалған, мультфильм түрінде дайындалған анимациялық. Оның барлығы жаңа балаларды жақсы көргеннен кейін балаларға деген махаббатыңыздан туындаған дүние ғой. Әрине. Ал енді біздің әншуақ фестиваль туралы хабарыңыз бар ма? Естімеппін шынымды айтсам. Қазір көп әртүрлі байқаулар, фестивальдар. Мен өзімнің де Бота Бейсенова атындағы фестивалім бар. Бірақ әншуақты естімеппін. Бүгін естіп отырмын сіздерден. Алдыңғы 23-24 оқу жылынан басталып Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігі әншуақ фестивалін жүзеге асырып келе жатыр. Биыл жалғасын тауып жатыр. Сол балалар әндерінің қатарында қателеспесем 50% Бота Бейсенованың әндері. Рахмет. Сол себепті деген сізді шақырмасқа, бұл жерде сізбен міндетті түрде кезек ұйымдастырмасқа болмады. Өйткені республика көлемінде сіздің әндеріңізді орындап, TikTok желісіне салып, әншуақ хэштегімен осы желілерге барлығына салып жатқан әндердің 50% сіздің әндеріңіз екен. Бота ханым, енді ән деген кезде барлығымыз тек балалар әндері емес, жақсы ерекше көңіл күйге енеміз ғой. Сіз әнді қаншалықты тыңдайсыз? Сіз жазатыныңызды білеміз, қаншалықты тыңдайсыз? Балалар әндері ме?
кез келген ән, жалпы ән. мен әнді өте көп тыңдаймын. Жас талғамаймын, үлкен болсын, кіші болсын, бәрінің әндерін қатар тыңдаймын. Жастардың арасында да ұнататын әншілерім бар, әндерін ұнатып тыңдайтын. Олай болса, қазір сіздің жаңағы әнші қаншалықты тыңдайтыныңызды тексеріп көрейік. Жақсы. Әнді тап деген бір ойынымыз бар. Қазір Бота ханымға эмодзи түрінде әндердің жасырылып берілетін ойынды ұсынамын. Ол жерде танымал әндермен қатар Бота ханымның өзінің де әндері бар. Кәнекей Бота ханым өзінің әнін таба алады ма екен, анықтап көрейік. Көрейік. Мына жерден бастайық. Бұл қандай ән деп ойлайсыз? Бұл енді бірден түсінікті ғой, Қызыл Раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Дұрыс. Мінекей. Күздің көріністері екен, енді алтын күз деген әнім шығар менің деп ойлаймын. Алтын күзім берекелі болады. Дұрыс. Мына әнді тауып Ой, көрсек. мынаны енді табу қиындау болады ғой. Мына қызыл не нәрсе екенін түсінбей тұрмын. Бұл жастардың заманауи әндері. Чина ма? Даже капучино пахнет как мужчина. Дұрыс. Ал, мына ән. Так. Қастар, көздер. Қазір. Моншақ. Иә. Көз моншағым. Моншағың қолыңдағы, көз моншағың үзіліпті. Мына ән тап көріңіз. Ойбай, бұл не енді? Неге ұқсайды? Зымыран. Зымыран, Мирас Жүгінісов. Сезім зымыран қолаштайды ғарышқа. Мирас Жүгінісов, Зымыран. Айтып қоямын қазір. Ортасында жүрекше. Аялап тұр дейінші. Мектеп. Мен мектебім, аяулы мектебім деген ән. Мектебім, аяулы мектебім. Иә. Алғашқы қоңырау менің әнім. Алғашқы қоңырау соғылды. Қасиетті домбыра, бұл да менің әнім шығар. Қасиетті домбыра. Және соңғы. Және күн және қыздар. Наурыз ба? Болсын наурыз жылдың басы. Наурыз. Наурыз. Мен наурызға арналған 3 әнім бар. Наурыз көктем деген. Наурыз көктем. Иә. Жақсы, олай болса, біз ары қарай сұхбатымызды Көңілді болды, қызық жалғастырайық. болды. Бота ханым, енді сізді композитор ретінде танып жатырмыз ғой. Ал сізді жеке тұлға ретінде танитын болсақ, өзіңіздің сізді жетістікке жеткізетін қасиетіңіз. Ең бірінші қасиет бұл арманшыл шығармын деп ойлаймын. Қиялшыл, арманшыл. Кез келген жетістікке жету үшін адам бір нәрсемен ауыру керек, енді жақсы мағынасында айтқанда. Болеть чем-то дейді ғой, мечтой. Сондықтан мен бала күнімнен қатты армандадым. Танымал әнші болғым келді, танымал композитор болғым келді. Жалпы сахнада өнермен байланысты, өмірімнің өнермен байланысты болуын қаладым. Және де алдымда қаншама кедергілер болса да, ата-анам қарсы болса да, басқа да кісілер барлығы қарсы болса да, мен сол мақсатқа күн санап жақындай түстім, ешкімді тыңдамай. Сондықтан бүгінгі таңда өзімнің ойымдағы жерлерде жүрмін. Сіздің жолыңызды қуып ән жазамын деген талапкер шәкірттеріңіз бар ма? Дәл сазгерлікте шәкіртім жоқ, бірақ менің жолымды қуып ән айтам деген шәкірттерім болды. Қазір ол қыз жігіттер үлкен болып өсіп кетті. Қазір Әли деген шәкіртім болды, Лескүл деген шәкіртім бар. Өнер жолында консерваторияға түсіп, мен танымайтын, бірақ менің әндерімді туристан жақсы көретін тағы да біраз балалар бар екен. Мені қазір концертте көріп қалған кезде қасыма келіп, мен сіздің әндеріңізді мектепте орындап өстім, және де консерваторияға оқуға түстім деп келіп танысып жататын балаларды көргенде мен қуанамын. Демек, біз өзіміздің миссиямызды дұрыс орындап, мақсатымызға жетіп жатырмыз деп ойлаймын.
Тамаша. Таза интонациямен жақсы орындаушы әнші болу үшін қаншалықты дайындалу қажет және не істеуге болады? Ой, ол енді оңай нәрсе емес. Ән айтам дейтін жастар көп қой, балалар ән айтқысы келетін. Бірақ профессионалды деңгейде сахнаға шығып әнші болып ән айту үшін көптеген үйірмелерге, вокал үйірмелеріне қатысып, конкурстарға қатысып, өзін дамыту керек, өсіп отыру керек. Сахнаға шыққандағы жүріс-тұрысы, баланың микрофонмен жұмыс жасау, ән айтар алдында дауыс аппаратын дайындау, распевка жасау, оның барлығы кәсіби деңгейде жасалу керек. Қазіргі таңда мен көптеген конкурстарға, байқауларға әділ қазы ретінде барамын. Сол кезде міндетті түрде байқау алдында мен мастер-класстар өткізіп жіберемін да, шамалы балаларға былай жұмыс жасап үйретіңіздер деп, ана көркемдік жетекшілеріне үйретеміз, балалардың өздеріне де айтып кетеміз алда. Ол өте маңызды. Кезінде біздер көптеген байқауларға қатыстық. Мен Жас қанат республикалық байқауына қатыстым. Оған дейін түрлі қалалық, облыстық байқауларға қатыстым. Сол кезде біздерге мастер-класстар беретін әділ қазы мүшелері. Жас қанат байқауында тіптен кәдімгі халық әртістері бізге кезек өздерінің жаңағы не дейді, лайфхак дейді ғой енді, сондай түрлі ақыл кеңесімен бөлісіп біздерге біраз ақылдарын айтқан болатын. Сол сөздері әлі күнге дейін есімізде. Сахнаға шыққан сайын менің есіме түседі. Сол кісілердің айтқан инсайттары ғой, енді қазіргі тілмен айтқанда. Сондықтан ол балаларға міндетті түрде жаңағы дайындық керек. Ол тек үйде жаттап алып айтып сахнаға шыға салам деген болмайды. Міндетті түрде үлкен дайындықтан өту керек. Бота ханым бүгінгі подкастымызға келіп, осындай шынайы жүректен шыққан сұрақтарымызға жауап беріп, мына жерде жақсы сұхбат орнатқаныңызға көп рахмет. Енді осы Әншуақ фестиваліне қатысып жатқан балаларға тілегіңіз қандай? Мен тек қана Әншуақ емес, жалпы барлық балаларға байланысты барлық фестиваль, байқауларға тілейтінім, сол байқауларды ұйымдастырушыларға тілейтінім сәттілік. Сіздер өте жақсы жұмыспен, еңбекпен айналысып жатырсыздар. Себебі ұлттың болашағы қазіргі біздің осы кішкентай бүлдіршіндеріміз. Тәрбие тал бесіктен басталады. Мен өзім бесік жырынан бастап балаларға түрлі 60-қа жуық ән шығардым дедім ғой жаңа. Бала әлі тілі шықпаса да бесікте жатқан баланың мына бесік жырын естуден бастап қазақтың балаларға арналған әндерін тыңдау арқылы ол гендік деңгейде, түйсіктің дәрежесінде ол өзінің ұлттық кодын алады да бала. Сол әнді есту арқылы ол өзінің қазақ екенін сезініп бастайды. Сондықтан да бұл өте маңызды. Қазіргі таңда ана шетелдің түрлі каналдарын, шетелдің әндерін тыңдап жатыр балалар. Ол дұрыс емес. Жапондықтар 15 жасқа дейін тек қана жапон тілінде ұлттық тәрбие береді. Сондықтан ең алғаш фундаментімізді бар ғой, фундаментімізді біз бесік жырынан бастауымыз керек. Ұлттық иммунитетті. Сондықтан да мен өте сіздердің барлықтарыңызды қолдаймын. Әншуақ байқауына сәттілік, балаларымыздың барлығы, өнерлі балапандардың барлығы алдағы уақытта өздерінің өмірлерін өнермен байланыстыратын ойлары, ниеттері бар болатын болса, өте қуанамын. Өнерлі бала әсте жаман болмайды, жүрегінде мейірім болады, тәрбиелі балалар болады, ол балалар көбінесе. Сондықтан да халықтың алдында үлгілі болып жүретін ер азаматтарға айналады, Алла қаласа. Олай болса, біз бүгінгі Әншуақ подкастымызды аяқтаймыз. Бота ханым, сіздің келгеніңізге көп рахмет. Мына Гүл-шоғы оқушылар сарайының директоры Айгүл Болатбекқызы және әкімшілігінің атынан сізге табысталады. Құрметті достар, Әншуақ фестиваліне барлығымыз қатысайық. Сау болыңыздар.